Баршаңызға сәлем, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Көптен бері влог түсірмедім. Енді айтатын болсақ, себептер болған жоқ влог түсіретіндей күнделікті. Бірақ енді соңғы салған влогымның өзі 100-ден аса просмотр жинапты. Ол да бір өсудің бір белгісі шығар деп ойлаймын. Өйткені алдыңғы салып жүрген влогтарымның өзі кейбіреу ең жоқ дегенде бір 20-28 жинайтын еді. Соған қарағанда бір кішкене толчок болған сияқты деп ойлаймын да. Сонымен бір кішкене мотивация болды ма, өзім әйтеуір аяғасынан влог түсіріп бастап кеттім. Енді бастапқы жаңағы влог бастағанның өзінде де, YouTube бастағанның өзінде де бұл ең бірінші қолдау, әрине өздерінің жақындарыңнан, бір достарыңнан болсын, кішкене болса да қолдау күтесің ғой. Лайк басыңыз, подписка басыңыз деген сияқты. Сол қолдаулардың нәтижесі де болар. Әйтеуір видеоларым соңғы уақытта рекомендацияға да шығып жүр. Енді бүгін бізде соңғы 10 күннің ішінде қандай жаңалықтар болып жатыр. Ол біріншіден біз осындай үйге фильтр орнаттық. Суды, яғни біз арнайы тек дайын су сатып алатын едік қой. Осы уақытқа дейін сол фильтрдің ақшасы шыққан шығар сол сумен деп. Ақыр соңында осындай фильтр орнаттық. Бұл фильтрде бізде екі режим жүреді, яғни екі түрлі су ағады. Мына сары болып тұрғаны бұл денсаулыққа пайдалы дейді, яғни сахары бар адамдар, сосын өт жолдарында бір ақау бар адамдарға ішкенге өте жақсы көмегін береді дейді. Бірақ күніне бұны тек 2 стаканнан артық ішпеу керек дейді. Ал мына күнделікті өзіміздің ішуге, чайник, тамақ, суға и былай ішуге де арналған су. Осындай южнокорейский модель, осындай аты өйстіп аталады. Өте жақсы, дәмі де күшті судың. Өздері жаңағы мына жерде қызыл кнопка жанады деді, біз сол кезде келіп ауыстырып кетеміз деді фильтрін. Сосын осындай, үйлеріңізде осындай болса, бізге комментарийге жазып кетіңіз. Бірақ біздің ауылда біраз адамда уже бар екен. Обедке қазір тушенка мен макарон істейін деп жатырмын. Үйде бүгін адам аз, сол себепті. Осындай, мына алдында алған чугун қазаным. Өте керемет, қыздар, керемет, сөзім жоқ, күшті. Тамақ та әдемі піседі, ештеңелер жабысып қалмайды. Қалай айтсам болады, ауыр, көзге өте әдемі көрінеді. Тек жаңағы, енді біздің семьяға удобный размер өте жақсы. Тамақ пісуі де, өзінде жылулықты сақтап тұруы да өте күшті. Сондай қыздар, мына гүлдерді біз сатуға шығарып жатырмыз. Өйткені мен ондай гүлдің мастері емеспін, енді гүлді қарап, ол тек су құюды білеміз. Енемнің гүлдері негізі. Осындай гүлдерді біз үйде тұрмасын босқа деп, сонымен сатуға шығарып жатырық. Өзім гүлдерді особенно не люблю я, мынандай гүлдерді бар ғой. Және қасына осындай әдемі гүлді қосып береміз, егер алам дейтін адам болса. Мына гүл көлеңкені жақсы көреді, көлеңкеде тұрғанды. Ыссы жерді мынау көлеңкеде тұрса, мына қараңыз. Осындай сочный цвет береді. Артыда необычный, фиолетовый ма, в общем, өте әдемі гүл. Күнге шығарсаңыз, вялый етіп қалады. Мына фикусымыз әдемі болып өсіп жатыр міне. Жаңа жапырақтар беруде. Осындай ұзын кәдімгідей. Алам деушілер астына WhatsApp номерімді қалдырып кетем. Тек Маңғыстау облысына ғана жібере аламыз, болды. Номерімді қалдырып кетем, жазып, хабарласып, өзінің бағасына сұрап білсеңіздер болады. Сондай-ақ мен осындай жылы сумен лимонды қосып ішуді әдетке айналдырып бастадым. Бүгіннен бастап деп қояйын. Жалпы менде кеше соңғы тағы да түстім ғой, гаймаритім кетті мекен, алдында лечение алдым, соған кетті мекен десем, оказывается әлі кетпеген екен. Соған енді қайтадан лечениені жалғастыру керек болады. Енді жылы күтініп жүр деді, осындай жылы сулар іш деді. В общем, ағзадағы бүкіл салқындалады, соның үстіне қайтадан гаймарит болмаудың себебіне жақсы деді. Енді осындай процедураны әдетке айналдыру керек. Жалпы
шайдың орнына өстіп жылы су ішіп тұрғанда өте жақсы дейді. Жеңгемнің айтуы бойынша олар шай ішпейді, осындай кипяток ішеді тек шайдың орнына. Сол бүгін бізде осындай керемет ауа райы. Мынау қарларымыз әлі жатыр, ерімейді, айсберг болып тұр кәдімгідей. Бұйырса бүгін терезелерді жуып алуым керек, өйткені көктем келді, көктем дейсің ғой. Маңғыстауда көктемнің басында, жаздың басында бір сүртіп қойсаң терезем болды. Қатты көп сүртуге мүмкіндік бере бермейді, өйткені күнде шаң басталады енді. Күнде шаң, жел. Мына жерде де қарлар жатыр міне. Осындай жаңалықтар бізде. Менімен бірге болыңыздар. Бүгін блогта тағы да қызықты заттарды түсіретін боламыз сіздерге. Осы Пиндодадан алған формочкам, именно түндай төртбұрышты нандар, кекстер пісірген кезде күшті ғой деп алған формам еді. Осы формама қазір нанымды салып, жартысын салам, жартысын бауырсақ қыламын. Бетін жауып қойдым, көтерілсін деп. Көтерілгесін, әдемілеп тұрып пешке салып алатын боламын. Бауырсақ пісіріп бастадым. Бауырсағымды пісіріп, ұшталып, обед ішіп алып, одан кейін терезе сүртіп бастаймыз. Әйтпесе терезе алдындағы жел бар, шаң бар, қыс бойы жауған қарлар бар, соның барлығы еріп, терезе бычыт-бычыт болып жатыр өшім. Солай бізде мына терезенің ішкі бетін сүртіп болдым. Ұстамаш енді, Ясина, ұстамаш. Жап-жаңа сүртіп қойдың. Енді қазір мақсат намаз оқып болғасын сыртқа шығып, сыртын түсіріп жібереміз. Сыртын сүрту керек. Мына терезені сүртіп бастадым, ішкі бетін. Өте үлкен терезеде біздің. Келген адамдар осыған қызығады. Панорамный деп. Осы терезенің ішкі бетін сүртіп болдым. Енді қазір сыртқа шығып, сыртын сүрту керек. Одан мына боковой терезенің ішкі бетін сүртіп қойдым. И менің наным пісті. Күшті піскен сияқты прям өзімен алып тұр. Жоқ, жұмсақ болып тұрған. Магазиннің наны сияқты. Астына әдейі трапка жайып қою керек, өйткені тақтайға қойсаң, мынау су болып қалады. Бұл жап кеуіп болмайды. Күшті болып пісті осы. Прям күтіп едім расстойкасын. Әдейі болып көтерілсін, сосын деп хоп деп салып алатын пешке. Күшті болып тұр. Бізде осындай жұмыстар бітіп жатыр. Шықтық, енді мына терезені көрсеңіздер. Енді әркімнің осындай отқан шығар деп ойлаймын. Сәлематсыз ба болып тұр ғой. Енді осыны сүрту керек қазір. Дала деген күшті болып тұр, прям күшті. Балдар далаға шықтық, кішкене ойнасын деп, мыналар жайлымен деп еріп жатыр. Мына неге алмайсыздар деп ойлайсыздар ғой. Мұз, мынау мұз болып жатыр, сіресіп. Осындай Гриндвейдің тряпкасын алып алып, қазір күшті сүртеді мұны. Процесті көрсететін боламын сіздерге. Жетпегесін мақсатқа стремянкеге шықтырып, жетпеген жерін сүртіп жатырмын да. Жалпы Гриндвейдің заттары өте жақсы. Күшті сүртеді терезен. Тряпкасының өзі чего стоит? Аспан бүгін өте әдемі, прям ұнайды маған осындай түстер. Мына екеуін далаға шығарып едік, енді осы машинасын, велосипедтерін бәрін шығарады да, жүреді бір-бірінің артына еріп. Мақсаттың жұмысы міне осы.
Ясина ол оған тұрмайды ғой. Тұрмайды ғой оған. Оған қалай ұшады? Аспанға ұша ма? Қой, мен әскер басы бұл. Давай, Омар, мастер-класс көрсетші дейді. Екі. Ой. Ой, Шумахер. Алдың ара. Омар сияқты айда үйренің әне. Ма? Құстар, қараңдар, менде. Қайда бар, көрдіңдер ба? Қайда бар. Содан көрінбей тұрмас. Үстінде курткасы Пиндодадан алғанбыз. Өте тамаша куртка. Брендовый мультфильмнен алып еді. Көрдіңдер ма? Качество супер. Қыздар, қараңыздар, вид из моего окна болып тұр ғой. Тап-таза болып тұр, прям қарағанда өте приятно. Жаңа біз дүкенге барып келдік. Далаға шығып жүрген кезде балдар. Анау мынау заттарымызды алдық. Енді қазір үйде ужинға мен етімді қуырып дайындап қойдым. Күріш, қазір күрішін салып ужин ішетін боламыз. Ағы піскен наным, мана пісірген. Бұл күшті болып тұр, прям магазиннің нанынан келмейміз. Өте әдемі. Өзімнің рецептім бойынша пісірдім. Алдында осы каналға салып кеткен болатымын. Егер пісіріп көрсеңіздер, менің рецептім бойынша астына комментарийге жазып кетіңіздер. Осындай әдемі нан керемет. Бәрі күшті бізге. Ясина жеп жатыр. Қалай екен Ясина дәмі? Күшті ма? Дәмді дейді.